Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін осындай печенье жасайтын боламыз. Балапандарыңызға не болмаса күнделікті дастарханға жасағанға әдемі. Мен описанияға міндетті түрде рецепті қалдыратын боламын. Бізге ең алдымен 2 жұмыртқамызды табамызға шағып алып, үстіне қантымызды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Миксермен де араластырсаңыздар болады. Миксермен де, венчикпен де, шанышқымен де араластырсаңыздар болады. Үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап бір келкі масса болғанға дейін шайқаймыз. Араласқан массамызға какаоымызды, оның үстінен ұнымыздың жартысын және аздап тұз саламыз. Сосын қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр елейміз. Ұнымызды бірден салмаймыз, аз-аздан қосып отырамыз. Бәрін бірден салып жіберсеңіз, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан да аз-аздан салып отырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымызды осылай бетін пленкамен жауып, 2-3 минутқа қоямыз. 2-3 минуттан соң табамызға пергаментімізді төсеп, алақанымызбен құрт сияқты домалатып аламыз. Құрт сияқты домалатамыз. Енді сахарная пудраға аунатып аламыз. Сахарная пудраны да сеппесеңіздер болады. Печеньені өзін пісіріп алып, үстіне сахарная пудраны себе салсаңыздар да болады. Мен сахарная пудраға аунатып алдым. Осылай пешімізді осы уақытта қыздырып қоямыз. 180 градуста 15 минутта пісіп шықты менің печеньем. Достар, егер де менің каналым қызық болса, видеоларым сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.